Ассалаумағалейкум достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Видеоны көрмей тұрып каналға жазылыңыздар. Қазіргі таңда бүкіл Қазақстан бойынша коронавирус ауруының өршіп тұрғанын байқауға болады. Мұны әр адам өзінен де әріптестері мен жақын туыстарының ауырғанынан да байқап жатқан шығар. Денсаулық сақтау қызметкерлеріне де үлкен жүктеме түсіп жатыр. Амбулаториялық, стационарлық деңгейлердің бәрінде аурушаңдық қайта өршкенін көруге болады. Дәрігер мамандардың айтуынша, бұл аурушаңдықтың артқанын омикрон штаммымен немесе басқа да алдыңғы штамдармен байланыстыруға болады. Омикрон штаммының басты ерекшелігі оның аса жұқпалы болуы деп білеміз. Сол үшін жаңа жылдан кейін коронавирустың тез таралып кеткенін омикрон штаммымен байланыстыруға болады. Ал жалпы коронавирус үшін маска тағып жүру, қолды таза ұстау, халық көп жиналған орындарға, сауда орындарына бармау, қонақ шақырмау секілді 2 жылдан бері айтып жатқан шаралар қай штам болса да өзекті болып қала береді. Омикронның негізгі белгілері: бұлшық еттің ауруы, әлсіздік пен шаршау, жоғары температура, құрғақ жөтел, тамақ ауруы, бас ауруы, мұрыннан су ағу. Бұл жаңа штам әдеттегі ЖРВ сияқты көрінеді деп айтуға болады. Ең алдымен ауру белгілері бар адам өзін оқшаулап үйден шықпауы қажет. Ал емдеуді әдетте үйде болатын дәрілерден бастау қажет. Мұндай дәрілер рецептсіз сатылады. Дәрігердің айтуынша температураны түсіретін дәріні тек дене қызуы 38 градустан асқан жағдайда ғана ішу қажет. Сондай-ақ тамақты мұрынды тұзды ерітіндімен шаю қажет. Бұл коронавирус инфекциясы жеңіл өтіп жатқан адамдарға ұсынылған. Тамақ ауруынан соруға арналған дәрілер мен тамақты шаюға арналған спрейлер көмектеседі. Сондай-ақ дәрігер көп сұйықты ішуге кеңес береді. Бұл уақытта лимон мен басқа да С дәруменіне бай жемістерге ауысқан дұрыс. Тағы бір ұсыныс: науқас тұрған бөлмені желдетіп тазалап тұру қажет. Достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Осы жылдың соңына дейінгі мақсатым 10 000 подписчик жинау. Сондықтан каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.